Кенжебек Әбіш қазақтың асыл азаматы. Және ол қазақ халқының тәуелсіздігі үшін көп еңбек сіңірген ақын, қоғам қайраткері. Ол дүниеден өтер алдында Қазақстанда не болатынын дәл айтып кетті. Оның айтқандары 100% дәл шығып бүкіл қазақты таң қалдырды. Біз бүгінгі видеода марқұм Кенжебек Әбіштің айтқандарына кеңінен тоқталып өтеміз. Кенжебек Әбішті Қазақстан билігі терроризмді насихаттады деп соттаған. Бірақ халық оның жазығы жоқ деп есептеді. Кенжебек Әбіш түрмеден шыққан соң 2022 жылы қаңтар айында қайтыс болды. Бұл туралы оның әйелі былай дейді. Таңғы 5:30-да жүріп кетті. Асқазанын шеге жұтып қойғандай боп, ауырып тұр деп шағымданды. Жедел жәрдем шақырып едім, олар келгенше жүріп кетті. Жүрегі инфаркт деді. Осылайша Кенжебек Әбіш бұл жалғаннан өтіп кетті. Бірақ оның артында Қазақстанның болашағын дәл тапқан болжамы қалды. Ол елімізде көтеріліс болатынын айтты. Үлкен өзгеріс болады, аяқ асты басталады. Елді үлкен өзгеріс болады, аяқ асты болады. Ешкім күтпеген жердің арты үлкен дауға айналады. Бұл айғайдың арты ақпанға жетеді. Наурызда ғана шешімін табады. Сәуірдің ортасында ай толады. Ай толғанда мұның нүктесі қойылады. Әрі қарай бәрі жақсы болады. Кенжебек Әбіш елде үлкен өзгеріс болатынын дәл тапты. Бірақ 2022 жылы үлкен өзгеріс қаңтар айында болды. Сол кезде батыста халық газ бағасының қымбаттауына қарсы шығып, соңы қаңтар оқиғасын алып келді. Сонда ғана билік халықпен санасып, газ бағасын 50 теңгеден асырмады. Бірақ өкінішке қарай қаңтар оқиғасынан кейін елімізде аса қатты өзгеріс болмады. Кейбір байлар мен шенеуніктер билікке ақшасын қайтарып берді. Бірақ халық әлі күнге дейін төменгі жалақы алып, несиеге батып отыр. Яғни елімізде ешқандай реформа болмады. Жемқорлық әлі күнге дейін тиылмай отыр. Кенжебек Әбіш өз болжамында елімізде ақпан айында дау басталатынын айтып, шешімі сәуір айында болады деді. Дәл қазір елімізде халық қатты ашулы. Себебі билік шағын және орта кәсіпкерлерге көп салық салып жатыр. Бәлкім біз күтпеген басқа бір нәрседен дау шығуы әбден мүмкін. Билік пен халық бір-бірімен дауласып қалса, соңы жақсы болмайды. Болашақтың бәрін бір Алла біледі. Алла сүйікті құлдарының әруағы арқылы аян береді. Тәштажалдың келетініне аян берді, елеген адам болмады. Сақалдылар мені Аллаға серік қосушы, ширк, әруақ жоқ деген жаман сөздер айтты. Мен тек дәнекермін. Қазір жат, діни ағымдар қазақты бұрынғы өзінің бағытынан, салт дәстүрінен, әруағынан, тарихы жағынан өте қатты жұмыс істеді. Сол себептен қиындау болды дейді Кенжебек Әбіш. Кенжебек Әбіш Польшаның президенті қалай өлетінінде дәл тапқан. Ол 2010 жылы Польшаның патшасы Лех Качинскийдің ұшағы құлайтынын түсінде көріп, оны көпшілікке естірткен. Бірақ оған халық онша мән бермеді. Шынында да арада көп ұзамай 10 сәуір күні Польша патшасы мінген ұшақ Ресейдің Смоленск қаласы маңында апатқа ұшырайды. Кінә ұшақ экипажынан болады. Осының салдарынан ұшақтағы 96 жолаушының бәрі бақилық болып кетеді. Бұл бүкіл Польша халқы үшін үлкен қайғы болады. Сол кезде ғана барып халық Кенжебек атаның бойындағы тылсым қасиетке сене бастайды. Көріпкел ат арасында да бүкіл әлемге тәштажал келіп көп адам қырылатынын дәл тапқан еді. Сонымен қатар Кенжебек Әбіш теріс діни ағымдағы салафиттермен күресті. Сол себепті де салафиттер Кенжебек атамызды жақтырмайды. Әулие деген хабаршы. Асан қайғы бабамыз халқыңды жамандама, әруақ қысат дейді. Әулиенің аяны Алланың белгісі. Және де асан қайғы былай деген. Асың Қытайдан болар, жазуың пұшайман болар. Жалғыз көсемге барарсың, хабар әруақ, Алладан болар. Палуандарымыз да кілемге шыққанда я әруақ деп сыйынған. Мысалы кешегі өткен Жамбылда менің пірім Сүйінбай деген. Қазақ деген әруағына сенген. Бұл Аллаға серік қосу емес. Алла ризашылығы үшін сіз Алланың сүйікті құлына тәу етеміз. Оған Құран оқып, Құдайдан сұраймыз. Сол себепті де әруақтар Құдайдан біз үшін сұрайды. Әулиенің басына барып бала көтерген, жазылмас дертінен жазылғандарға ырзықты әулие емес, Алла тағала береді. Себебі әруақ Алла тағаладан мына келіп отырған пенденің тілегін қабыл етші деп сұрайды. Егер Алла тағала тілекті қабыл етсе, періште арқылы әулиенің әруағына жеткізеді.
Сонда ғана әруақ пендесінің түсіне кіріп, жақсы хабарды жеткізеді. Қазір дінді әр тарап әр түрлі етіп бұрмалап алған дейді. Яғни осы уақытқа дейін салафиттер мен дәстүрлі ислам дінін ұстанушы қазақтар арасында үлкен дау болды. Салафиттер әруақ дегенді мойындамай қойған еді. Кенжебек атамыз мысалдар арқылы осының ақ-қарасын ажыратып берді. Сондықтан да дүниеден өткен Асан Қайғы, Мөңке би, Майқы би, Бекет ата секілді көптеген әулиелерімізге тәу етіп сыйынғанда тұрған ештеңе жоқ. Бұл арқылы біз діннен шығып кетпейміз. Керісінше Алла тағалаға жақындай түсеміз. Себебі Алла тағала өте мейірбан. Өзіне қандай жолмен болса да жақындағысы келген пендесіне рахымшылық жасайды. Бірақ Алланың қаһары өте жаман. Сол үшін ішкілік ішіп, зина жасап, адам өлтіріп, ұрлық жасап Құдайды ашуландыруға болмайды. Құдай оларды бірақ секундта жоқ қылып жібере алады. Алла тағала барлық адамды тәубесіне келтіреді. Мысалы көрші жатқан алпауыт Қытай, Ресей, сонау мұхиттың ар жағындағы Америкада тәж-тажалға шамасы келмей қырылып қалды. Бұның себебі біздің тойымсыздығымыз, қанағатсыздығымыз. Осындай жаман нәрселер Алланың қаһарына алып келеді. Сондықтан да адамдар тәубесіне келіп, Алласын ұмытпау керек. Тәж-тажал Алланың ескертуі болатын. Осылайша Кенжебек ата халықты күнә жасамауға шақырады. Ол өз сөзінде әулиелердің сөздерін мысалға келтіріп, қазақтың болашағына қатысты ойларын айтады. Әсіресе ата Асан Қайғының өлең жолдарын көп айтады. Асан Қайғы қазақтың мақтанышына айналған аңыз тұлға. Ол бүкіл Қазақстанның жеріне сипаттама беріп, халықты не күтіп тұрғанын дәл тауып айтып кеткен. Кенжебек ата Асан Қайғының еш жерде жазылмаған сөздерін халыққа жеткізеді. Жақсы кісі жол бастап, жаманы ойдан қайтар, тектіден датқа болар, осыдан қазақ аман есен бір өтсе, бармағын тістер. Алладан мінәжат істер. Үлкен әлемді басқарар ел болар. Яғни Қазақстан даму үшін билікке текті адам келу керек. Ол билікке келген соң елімізде қиын кезең басталады. Себебі таза адамдар мен жемқор адамдар бір-бірімен күреседі. Сол кезде таза адамдар жемқорларды жеңсе, Қазақстан гүлденіп әлемді басқаратын елге айналады. Бұл жерде әлемді басқару деген ғылым білім арқылы басқарауды айтып отыр. Яғни Қазақстан жаңа технологияларды өндіріп, бүкіл әлемге сатады. Бүкіл әлем Қазақстаннан техникалар сатып алып, Қазақстанның ақшасы көп болады. Халық бай тұрады. Бірақ оған жету үшін өтпелі кезеңнен өтуіміз керек. Қазір Қазақстан өтпелі заманда тұр. Біз әлі есімізді жинай алмай жатырмыз. Біз бабаларымыздың түп тарихын, сүтімізді, тамырымызды біліп, ұлтымызды, тілімізді, ділімізді, дәстүрімізді сақтауымыз керек. Өтпелі заманда осы құндылықтарды ұмытпауымыз керек. Осы өтпелі заманнан өткен соң, қазақ есін жиып, үлкен елге айналады. Әмір Темір былай дейді: су балықсыз болмайды, ел тарихсыз болмайды. Судан балық жоғалса бақа билейді, елден тарих жоғалса қаңғып келген дуана билейді дейді Кенжебек ата. Шынында да қазір елімізде қазақтың тарихын, дәстүрін ұмыттырғысы келетіндер көп. Әсіресе теріс діни ағымдағылар қазақтарға тек арабша сөздер айтқызып, дұрыс емес пікірлер айтып жатыр. Мысалы, атанаң намаз оқымаса, оларды сыйламай тастап кетуге болады дейді. Намаз оқымайтын кәпірлерді өлтіруге болады дейді. Осы секілді көптеген жаман ойлар айтады. Бұнымен біздің билік те күресіп жатыр. Дегенмен теріс діни ағыммен бүкіл халық болып күресу керек. Себебі дінімізде жұмақ ананың табанының астында деген. Ал теріс діни ағымдағылардың ананы тастап кетуге болады деген сөзі дұрыс емес. Және де елдің тарихы болмаса қаңғып келген дуаналар билейді деп дәл тауып айтты. Шынында да Қазақстанға қаңғып келіп жатқандар көп. Тәжікстаннан қайыр сұраушылар келіп, халықтан ашықтан ашық ақша сұрап жүр. Бұрын түрлі діни ағымдар балаларымызды өз қатарларына тартып, Сирия сияқты соғыс болып жатқан елдерге жихадқа жіберді. Қазақ қыздарын шетелдіктер әйел қылып алып кетіп жатыр. Кезінде елімізде қаншама жетім балалар шетелдіктерге сатылды. Жақында ғана шетелден туған анасын іздеп қазақ баласы келіп кетті. Бірақ біз оған анасын тауып бере алмадық. Қазақ баласы шетелге жылап кетті. Оның туған жерін іздеп келгені бүкіл Қазақстанның жүрегін елжіретті. Сонымен қатар елімізге шетелден келген байлар қазба байлықтарымызды басқарып, шіріп байып жатыр. Жақында ғана Миттал деген бай Қарағандыдағы ArcelorMittalды үкіметке қайтарып берді. Яғни Қазақстан 30 жыл бойы шетелдік инвесторларға жем болып келді.
Сол үшін қазақ өз тарихын білу керек. Әйтпесе Қазақстанды Назарбаев құрды, Қазақстанға тәуелсіздікті елбасы алып берді деп есептейтіндер Ресейде көп екен. Шындығында қазақ хандығы оны Керей мен Жәнібек шу бойында құрған. Ал кезінде қазақ даласында құрылған Алтын Орда Мәскеуді басып алып оларға салық төлеткізген. Ресей осыны мойындағысы келмейді. Сонымен қатар Асан Қайғы қазақ туралы былай деген: ешкімменен ұрыспа, жолдасыңа жау тисе, жаныңды аяп тұрыспа. Ердің күні болса да, алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, бұрынғыны қуыспа. Ақың болса біреуде айыбын тапта ала бер, ерегесі ұрыспа. Сенікі жөн болса да атың шықпас дұрысқа. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа, тәуір көрер кісіңмен жалған айтып суыспа. Өле тұғын тай үшін, көше тұғын сай үшін желке терін құрысып әркімменен ұрыспа. Ашу, дұспан, артынан түсіп кетсең қайтерсің түбі терең қуысқа. Жалпы Кенжебек ата насихаттаған Асан Қайғының дана сөздері өте көп. Сондықтан барлық қазақ халқы Асан Қайғының өлеңдерін оқып түйсіну керек. Ал Кенжебек ата өмірден өтер кезде қазақ халқын бірлікке шақырып тура жолмен жүргенін қалады. Сол себепті де ол қазақ үшін жұмыс істеп өмірден абыроймен өтті.